Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге логикалық сұрақтардың 6-шы шығарылымын жауабымен бірге көретін боламыз. Сұрақтар өте оңай болғандықтан оларға көп тоқтамаймыз. Олай болса, кеттік. Бірінші сұрақ: ең аз өмір кешіретін жәндік. Ол көбелек. Келесі: қай кезде адам сағатқа қарамайды? Ұйықтаған кезде. Қай жануарлар сақалымен туылады? Ешкі. Өзенде қандай тас болмайды? Құрғақ. Ең көп өмір сүретін құс? Қарға, яғни 100 жыл. Шегірткенің құлағы қай жерде болады? Қарнында. Шахмат ойынының отаны? Үндістан. Үйіне өзімен бірге алып жүретін жануар? Тасбақа. Сізге тиісті болған сөзді сізге қарағанда басқалар көп істетеді. Ол қай сөз? Есіміңіз. 1 килограмм мақта ауыр ма, әлде 1 килограмм темір ауыр ма? Екеуі тең. Қай жерде аспан? Жерде болады, суда. Глобусты бірінші жаратқан ғалым? Беруни. Ең үлкен құс? Түйеқұс. Екі түрлі жолмен ауа алатын жануар? Бұл құрбақа. Ең кішкентай құс? Колибри. Міне ең оңай болған 15 ойлантыратын 15 логикалық сұрақ. Егер видео ұнаған болса лайк басамыз, ұнамаған болса дизлайк. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.